Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді және ерекше болып шығатын жаздық тәтті салаттардың рецептісін жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдыменен тауықтың төс етін алып, осылай төрт бұрышты етіп майдалап кесіп шығатын боламыз. Барлығын осылай турап болғаннан кейін табамызды қыздырып, оның үстіне соевый соусты құйып, бір ас қасық көлемінде құятын боламыз және оны кішкене қыздырып, үстіне су құямыз. Суымыз қайнап бастағаннан үстіне бір ас қасық шекерімізді қосып, шым-шым тұзымызды сеуіп, жақсылап қайнатып аламыз. Біздің соусымыз дайын болып қалды. Кішкене қайнағаннан кейін турап қойған дайын тауық етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Етімізді осылай жақсылап қуырып алғаннан кейін бетін жауып, бұқтырып 15 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей достар, бізде етіміз дайын болып қалды. Сарғыш түске еніп, етіміз пісті. Мұны алып суытып аламыз. Енді кезекте қызанақпен қиярымызды өзіміз қалаған формада етіп турап шығатын боламыз. Мен осылай қиярымызды жарты бөлікке бөліп, әдемілеп майдалап турап шықтым. Ендігі кезекте қызанақты да дәл солай кубикше етіп турайтын боламын. Барлығын ыдысымызға орналастырып, содан кейін капустаны алып, оны да төрт бұрышты етіп турап шығатын боламын. Мінекей достар, барлығын турап болдық. Енді осы ыдысымызға барлығын орналастырып аламыз дағыны, үстіне дәміне қарай шым-шым тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, бізде салатымыз әзір болды. Өте оңай, жеңіл салаттардың түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мен ең соңында ыдысымызға салып болғаннан кейін бетіне әсемдік ретінде күнжіт сеуіп қойдым. Сіздер де дәл солай әсемдеп қойсаңыздар болады. Дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.